Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді асқабақ пен сөк араласқан жентің түрін дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен асқабақты асып алатын боламыз. Яғни мантаваркеде осылай турап, сыртымен жақсылап жуып, сөйтіп асатын боласыздар. Асқабағымыз өте дәмді асқабақ, және де пайдалы асқабақ адам организміне. Мінекей сөк пен асқабақты піскеннен кейін жақсылап араластырып аласыздар. Дәмі өте дәмді болып шығады, және осы свежий күйінде ғана жеген дұрыс. Әйтпесе асқабақ сөкті, яғни жібітетін болады. Жібіген күйінде жей алмай қаламыз. Және де екінші түрі осылай асқабақты сүтке қосып жеу өте пайдалы. Яғни қатты сұйық қылмайсыздар. Асқабақтан көп мөлшерде салу арқылы, сүттен кішкене құю арқылы жақсылап араластырып ішсеңіздер өте дәмді. Бұл да пайдалы тағам. Яғни біздің иммунитетімізді көтереді. Асқабақ пен сүт өте дәмді шығады. Жасап көріп, дәмін көріңіздер. Және де сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет.